Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сүзбелі крем мен шоколадты пирог дайындаймыз. Бір жұмыртқаға сүзбемізді қосамыз және қант қосамыз. Қаймақ қосып, блендермен жақсылап бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Дайын болған сүзбелі кремімізді кондитерлік қалташаға саламыз, немесе кез келген осындай салафанға салсаңыздар болады. Енді бисквитін дайындаймыз. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраудың үстінен басуды ұмытпаңыздар. Үстіне сұйық май құямыз және қаймақ саламыз. Миксермен араластырамыз. Енді өлшенген ұнымызға қопсытқыш какао қосып, жақсылап араластырып, сұйық массамызға шетінен қоса отырып миксерлейміз. Ұнымыздың қалған бөлігін салып араластырамыз. Міне бізде осындай сұйық қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды формамызға құямыз. Менде диаметрі 26. Өздеріңізге ұнаған кез келген формада құйып пісіре берсеңіздер болады. Үстіне сүзбелі кремді қалауыңызша осылай әрлейсіз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі жаңа видеоларды